Екіншіден, барлығы сұрап жатыр, Шерхан Аймахан ол сіздерге кім болады деп. Шерхан Аймахан ол менің әкемнің інісінің баласы. Ол біздің туысымыз, бірақ ешкімде өз отбасында осындай бір зұлымды тәрбиелеп шығамыз, осындай бір қылмыскер тәрбиелеп шығамыз деп ешкім ойламайды. Бұндай нәрсе енді ешкімде өз отбасының қызын біреудің қолынан аяқ асты өліп кеткенін қаламайды дегендей. Енді бұл екі отбасыға да өте ауыр. Ешкімнің отбасынан бұндай қылмыскер немесе ешкім отбасында осылай адам өлуін ешкімнің басына салмасын. Сот бойынша және жаза бойынша бізде әділ үкімін шыққанын қалаймыз. Қазақстанның заңы бойынша әділ жазалануын қалаймыз. Ешкім де бұл жерде қорғап алғысы келіп тұрған жоқ. Және де бұл енді біз қанша жыл жаза берсе де, қандай жаза берсе де біз Нұрайдың орнын толтыра алмаймыз. Сол үшін де біз Нұрайдың отбасына қайғыра көңіл айтамыз. Алла жеңілдігін берсін, Алла тағала Нұрайдың жанын жәннатта қалсын. Көптің айтуынша блогермен туыс екен, үйтіп-бүйтіп шешіліп кетпесін, ақшамен шешіліп кетпесін деген сондай бір жаман қауесеттер тарап кетіпті. Инстаграм желісінде, жалпы соцсет желісінде біз ең біріншіден айтатынымыз, біз халықтың алдында жүрген адам болғандықтан сіздермен бірге жалпы осы соттың және де соттың шешімін әділ болғанын бізде күтіп отырмыз бүкіл әулетпен. Сондықтан да Алла қаласа барлығы әділ болады деп, өзінің жасаған қылмысына әділ жазасын алады деп бізде күтіп отырмыз. Сол себепті де сіздер бізге жала-жауы, бұлар блогерлер ғой, сөйтеді, бүйтеді, осылай шешіп кетеді деп өздеріңізге күнә арқаламаңыздар. Біздің ойымызда бірде-бір грамм ақтап алу жоқ, өйткені біз Алланың жазасынан қорқамыз. Енді бұл өте зұлымдықпен жасалған қылмыс.